из Кыргызстана. Конкурс выиграла компания MSP, которая построила весь дата-центр на зарубежном оборудовании, которое отвечает высокому качеству и более продолжительной работы, безотказной работы. Здесь находится у нас биодизель-генераторные установки немецкого производства. Мощность каждого дизель-генератора 1 мегаватт. Каждый дизель-генератор имеет собственный подземный топливный бак объемом 5 кубометров, который обеспечит 12 часов бесперебойной работы. Контролируется у нас прибором, который считывает биометрические данные. Это узор. Бұл әмі ұлттық банктың өзінің ішін жақсартады, біріншіден. Екіншіден, банк системасының қауіпсіздігіндегі, мағлұмат алмасудығындағы мына қауіпсіздік күшейтеді. Электрондық документ жүргізу ішінде түндік системасы да тазасы. Түндік системасына барды қосылып өтеді. Қосылуындағы сапатын жоғарылатады, бұйырса. Ана негізгісі бұл біздің банк системасына елдің ішен үшін абдан арттырады деген ойдамын, мүмкін жасаған үшін. Ayrıca regionlarda, ай жерлеріндегі біздің халқымызға, жарандарымызға бағыттық қызмет көрсету, олардың финансалық жетілуін жақсарту бойынша салым көрсетті. Терең сенем. Абдамда жақсы заман бап, бүгінгі күнге жауап берген, талапқа жауап берген абдан жақсы бор-бор болып тұр. Көріп тұрам, абдан чоң еңбек кеткен, көп күш кеткен. Ана мен қуандырғаны, мені ошол чоң проектіні біздің өзіміздің жергілікті компания ішке ашырғаны мен абдан қуандырып тұрады. Ал балаларда көрдім азыр. Көріп, бізде ашық айтқанда региондағы, еліміздағы, жарандарымыздағы айрықша біздің IT специалистеріміз абдан деңгейі, биік деңгейі жоғары. Үшінде аларға көмек көрсетіп тұрсақ, бұлар көп нәрсені ішке ашырады. Ана мен бүгін көріп, бізде санариптештіріп, саясаты жүргізіліп азыр өлкөбүздө. Региондарға қаражаттарды алып барбасақ, аларға жөнөтпөсөк, ал жерде кайра иштетүүнөр жайын, өзүбүздөн чыгып аткан азык-түлүктү кайра иштетип, жумуш орун түзүп, экспортко чыгарбасак, анын баарын кайдан биз миграцияны токтотобуз. Жылда окуп бүтүп, жумуш орун керек болуп атат. Аларды қармап қалу үшіндегі біз қаражаттарды өзінің экономикаға салышымыз керек қайра іштетуге. Өзімізден өндірілген продукцияларды қайра іштетіп, экспортқа шығарғанға ошондой ишкерлерге ақшаны беріп өтті қаражаттарды. Бұны азыр бере баштадық, азыр 29%-ға айыншалы экспортына көтерілді.